Мен ақыл айтам жастарға. Қандай керемет! Мен бұл дүние арасындағы елшім келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мұқа, мен сізді әдейі іздеп келдім. Дәрігерлік сараптамалардың қорытындысын тағы да бір тексеріп шықтым. Кеше келем дедіңіз, келмедіңіз. Мен сізді күттім. Дәрігер, қарашы, сен күтесің, өлең күтпейді. Өлең күтеді, өлім күтпейді. Айтып өлтір. Бауыр сүйросы өте ауыр. Дәрігер, сен маған шықын көрген аласың. Менің кішкентай поэзиям қайда лашын? Ұйықтап қалды. Үйріп алыпсың ғой. Әділді аға қоңырау шалды. Сені жазушылар одағынан шығарып жатыр ма? Одақсы не істемексің? О, менің кішкентай поэзиям. Менің өлең жазуға құлқым жоқ. Кішкентай поэзиям ойыма асылып жатыр. Қазақты сендей ұққан адам бар ма? Ешбір одаққа байланбаған қандай бақытты адам едің абайым мен. Елімнің көңілі күйренбесін деп өлең жаздым. Бекер! Енді батыл бола бастап едім, талап тастады жабылып. Ассалаумағалейкум Сағал аға. Уағалейкумассалам. Кешегі шопанға жаңа жаз деген мақала дайын. Тексеріп жібересіз бе? Әкел. Бұл сіздің өлеңдеріңіз бе? Я менікі. Біреуін оқып бересіз бе? Ал оқып берейін. Аякөз сірә, аядай бұлан көз емес, аяулы сірә қыз болар. Ақиқат бағып, анықтап жатар кез емес. Белгісіз досым, белгісіз тұр ғой бізге олар. Ағал, өлеңіңіз керемет қой. Денемді дір еткізіп жіберді. Ақын болған соң, өлеңді осылай жазу керек. Жақсы, сен бар, тексеріп болғаннан кейін шақырам. О, Перінің қызы келді. Мынау не? Газет? Не, менің газетті естейтінімді білмейтін бе едің? Қыл жақтама. Мұнда сенің жазған бір топ өлең басылыпты. Ариза, ақын болған соң, өлең жазылады, газетке шығады. Сенші сұрақ келсен, берейін сен ішінді. Өлең сенікі емес қой. Астынан өткен сыздан, жала жапқан қыр жаман. Өзімнің өлеңім, өзегімді жарып шыққан қарлығашым өзімнің. Бір сөз де сенікі емес. Кімдікі екенін білемін, мына сенің деңгейіңде де білемін. Білгенің дұрыс. Сондықтан мені аулақ жүр. Өлеңін ке сұрады. Бәрі сатылымын өмірде. Сөзіңде, достығыңда, сертіңде, көңіліңде, білегіңде, жүрегіңде. Браво! Алдарыңызда жаңа заманның сүйікті ақыны Сайлау Саятов. Егер бір кездерде менің өмірім шығармашылығын әлдекімнің көңілін аудара қалса, оларға былай дер едім. Менің қымбатты достарым, егер сендер шынымен менің өмір баянымды, шығармашылығымды зерттемек болсаңдар, онда мен не жазсам, соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыңдар. Мені өз өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңызды өтінем, естеріңде болсын. Менің жеке өлеңім өзінше ештеңе құрамайды. Барлық жазғанымды қосса, бір тұтас поэма іспеттес. Ол кейде күлімдеген, кейде түңілген менің жанымның үніндей. Иә, мен өз өмірімнің шежіресін жасап шықтым. Бәрі осында, бәрі менің поэзиямда. Қиналдым ау лашым, қинадым ау әбден сені. Аманды неге жемегенсің? Лашым, мені дәрігер емдеп жатыр десең қателесесің. Мені өлең емдеп жатыр. Бүгін Атыраудан жұмыс келеді. Сарқыт та келеді.
Жұлдыз дейсің бе? Жақсы болған екен. Ендіше бүгін балалар да кел. Сағынышымды басып алайын. Ассалаумағалейкум әке, қалжыңдайыңыз қалай? Балаларым, мен бір нашарлау әке болдым. Егер де сендерден әкелерің қандай адам еді деп сұраса, ол бір бала жүректі ақын еді деп жауап бересіңдер. Жоқ әке, өйтіп жамандық шақырмаңыз, бәрі жақсы болып кетеді. Балаларым, менің алтындарым, кішкентай поэзиям, Алмагүл келе ғой. Балаларым мен. Мен баруым керек. Жоқ, болмайды. Жоқ, мен баруым керек. Мен әкеме оны қалай жақсы көретінімді, қалай мақтан тұтатынымды айтуым керек, Жұлдыз. Мен айта алмай қалдым. Мен оны қалай жақсы көретінімді естуі керек еді. Неге мен ауруханада үндемей қалдым? Мұқағали Мақатаев атамыздың өзі дүниеден өткенімен өлең шығармалары айтылып жүр. Біздің бүгінгі сахналық қойылымымыз оның поэзиясына деген құрметіміз. Құрметті оқушылар мен көрермендер, осындай керемет ақын жазушыларымыздың өлең шығармаларын жаттап еске алып тұрайық. Қазақтың жыр әлемінің жүйрігі Мұқағали Мақатаев біздің мәңгі жүрегімізде!